Sendер құстарды жақсы көресіңдер ма? Ой, жарайсыңдар. Құстарға ұя не үшін керек, білесіңдер ма? Не үшін керек? Қонақтайды. Олар сөйтіп жылы балапандап, балалайды. Сол үшін керек. Ал енді мен сендерге құстарға ұя жасауды көрсеткім келіп отыр. Бірге үйленейік. Жарай ма? Ал енді бастайық. Міне, мына ұяны жартылай істеп қойған едім. Енді сендерге ары қарай маған көмектесіп жалғастырасыңдар. Келісесіңдер ме? Ал біріншіден мына есігі қонақтайды. Есігін нері бұлай қоямыз. Мінекей. Осылай қойып. Маған көмектесесіңдер ме? Қайны? Көмектес. Ой, молодец, жақсы жарайсың. Керемет. Міне, бұлай аламыз да шегені бұрап қоямыз. Ой, менің балаларым. Қандай көмекші. Бұл жерде қайда? Әне, жарайсың балаларым, асықпаңдар мұны. Әкел. Керемет. Мұны кәкі. Қалай болып келатыр? Үйші қалай болып отыр? Ұясы. Құсап келеді ме? Жақсы. Мына біздің енді құстар кіретін ұяның аузы есігі дайын болды. Маған қонақтап, яққа кіріп, ішінде қонақтап отырады. Енді төбесін істейміз, шатырын істейміз күні. Ой, жарайсың балам. Менің көмекшілерім жақсы. Құстарды жаңбырдан, күннен сақтайды, желден сақтайды. Білесіңдер ме? Жарайсыңдар. Үйшікті бітірдік. Енді осы дала ашып, қалған әлдейік. Құстар келгенде осыны қонақтайды. Ал балаларым, міне үйшікті бітірдік. Енді ұяны құстарға дайындаймыз келгеніне. Көктемде жылы жаққа құстар ұшып келеді. Соған міне ұяны дайындап біттік. Енді мына жерге ілеміз. Міне. Қалай, менің үйшігім ұнады ма сендерге?